достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Біздің каналға қош келдіңіздер. София и мама каналы. Бізге тіркеліп, лайк басып тастаңыздар. Иә, Акбар да айтып жатыр, лайк басыңыздар, лайк. Достар, бізде бүгін мынандай жағдай болып тұрды. Софияға не айтсам да, менің айтқанымды мүлдем естімейді, орындамайды да София. Тамаққа шақырдық, шықпайды. Маған көмектесші десек, маған көмектеспей жатыр. Білмеймін не істейтінімді, достар. Мына балада тыныш отырмайды. Не істейміз енді? Өздеріңіз айтыңыздаршы. Қазір Софияға барамыз. Көрейік, сіздерге бірге көріңіздер. Мына жақта отыр София мені. Жатыр ғой мына жерде. София? Достар, қарамайды, қараңыздаршы, мен тыңдамайды мүлде. Планшет алғаннан бері София маған қарамайды да, мені естімейді де, білмеймін бүгін. Не болғанын мына қызға қараңыздаршы. Мына жердің барлығын шашып тастап жатыр ғой. Тапочкасын шешіп, мына кілттің жатсын қара. София, мына жерді жинастыр. София дедім саған. София. Планшетін ойнап жатыр ғой. Бізге мүлдем қарамайды, Акбар екеумізге. Білмеймін, не істеймін мына қызды. София. Қарамай ма бізге? Естімей жатыр ғой. Мына қызды қараңыздаршы. Ұрсам қарамайды. Енді жақсы сөз айтып көреміз ба енді? Жақсы сөзбен. Достар, білмеймін, ұрсып көрді. Мен не істеймін? Енді жақсы сөз айтып көреміз ба? Мүлдем қарамайды, біз тыңдамайды да София. Қазір жақсы сөз айтып көрейінші. Может, қарап маған көмектесіп қалатын шығар. София, доча. Қарамайды да ғой мына қыз маған. Жатсын, ой. Доча, маған көмектесші. Ойбай, планшетін алып күліп отыр ғой. Неге бұл бұлай істеп жатыр, білмеймін. Мына жер жинастырайықшы, қарашы мұны. Акбардың ойыншағын. Алшы, жинастыршы. Көмектесші маған, қызым. Достар, қараңыздаршы, мына қыз әлі тұрған жоқ. Жатқан жерінде жатыр ғой. Не істейін енді мына қызда? Не істейін енді мына қызда? Қазір мен бұл қызды сөйлетіп алмасам. Неке, бізде Акбар екеумізде шоколад бар. Софияның жақсы көретін шоколады, тәтті. Қазір біз Акбар екеуміз бұны ашып жейміз. София мүлде қарамай жатыр ғой. Қазір София бәрібір қарайды ғой. София тәттілерді жақсы көреді, шоколад жегені жақсы көреді. Мынау Софияның любимый шоколады ғой. Өзінше болып жатқанын қара мына қызды. Ойбай. Мына Акбар екеуміз шоколад жейміз. Қандай екен, жаным. Ке, ашты екеуміз. Қойсам. Достар, біз Акбар екеуміз шоколад жеп болдық. Мына қызы әлі күлген бойынша жатыр ғой. Үндемей. Күліп жатыр ғой. Не үшін күліп жатыр бұл, білмеймін. София. Ойба, күліп жатыр ғой. Не үшін күліп жатыр мына қыз? Ал, енді мына қыз секіруді бастапты. Күліп. Не болды саған, София? Саған айтам. София деймін саған.
Мына балаң қара ойнап жатыр ғой болды. Ойбай. Әпшесек. Бер дейді мына бала. Шоколад бер дейді. Акбар. Әпшеңді қалай сөйлетеміз? Бізге сөйлемей жатыр ғой. Өзімен өзі ойнап, күліп отыр. Айтшы, не істеймін сен? Достар, айтыңыздаршы, сіздер комментария жазып кетіңіздерші, не істеймін мен мына қызға? Не үшін олай істеп жатыр мына қыз? Қандай керемет қыз мынау. Достар, мен барлығын істеп көрдім. Шоколад та жеп көрдім, тұр деп ұрсып та көрдім, жақсы сөйлеп те көрдім. Білмеймін, София маған тым реакция бермей жатыр. Қазір менде күшті идея бар. Мен оған айтамын, магазинге барамыз, тәттілер аламыз, сосын қыдырамыз деп айтып көрейін. Может, София реакция беріп қалатын шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Реакция беру керек. Ол магазинге барғанды қатты жақсы көреді. Сіздер жақсы көресіздер ма? Қазір мен кіріп көрейін. Реакция беру керек енді осыған. Ойбо, София, секіріп шаршап болдыңыз ба, қызым? София, маған сөйлемейсің ба енді? Ойбай, не үшін? София, қызым, сөйлеші маған. Күліп қойып, үндемейді ғой. София, маған күшті идея келіп бәрібір қазір мен сені сөйлетіп алам. София, біз Акбармен бірге магазинге барайын деп жатырмыз. Сен барасың ба? Не болды? Қара, ашуланайын деп тұр қазір София. Сөйлейді. Барасың ба сен де? Давай, сөйле. Барасың ба магазинге? Бізбен айтса енді. Барамын. Барасың ба? Ана бізге қарамай отқан едің ғой, бізді менсінбей, айтқанын істемей. Не үшін олай істедің, София? Не үшін олай істедің? Пранк! Сен кішкентай болып маған пранк істейтін болғансың ба? Пранк деп қояды ғой өзінше. Ойбай, осылардан үйрену керек. Кішкентай болып пранк деп қояды. Кел. Ой, жаным, ой менің жаным, кел. Алып кеттік. Магазинге барамыз ба енді? Пранк деп қояды ғой, достар, қараңыздаршы. Пранк, кішкентай қыз болып маған пранк істеп отыр ғой. Не дейсіздер бұған, не дейсіздер? Жаным, менің қозым. Кеттік па енді магазинге? Ал, достар, сіздер сау болыңыздар. София маған пранк істеген екен ғой. Оказывается, мен оны білмеппін. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар. Мына жақта менің кішкентай балам құлап қалды, маған бірдеңе болды. Шоколад жегісі келіп жүр ол. Бізге тіркеліп, не бассын, София? Комментария. Комментария жазсын, сосын? Сосын? Но не? Лайк басыңыздар, я? Лайк басыңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.